Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ұн қосылмай жасалатын құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Құрамына жарма ұнтағы қосылып жасалады. Арасы толықтай піседі, жылдам дайындалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар жарма ұнтағы, айран, қант, жұмыртқа, тұз және ас содасы. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Сонан соң тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң жарма ұнтағын саламыз. Келесі кезекте бөлме температурасындағы жылы айранды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сонан соң дайын болған массаның бетін жабамыз. Бөлме температурасына 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей 30 минут тұрды. Ендігі кезекте ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен құймақтың қамыры дайын. Сонан соң қамырды кондитерлік қапшыққа саламыз. Қамырдың барлығы бір кондитерлік қапшыққа сыймайды. Бірден 2 немесе 3 дана қапшыққа салып дайындап алсаңыздар болады. Сіздегі кондитерлік қапшықтың үлкен немесе кішілігіне байланысты. Құймақ пісіретін табаға аздап сұйық май құйып қыздырып аламыз. Сонан соң орташа отта құймақтардың барлығын пісіріп аламыз. Қызған майға қамырды видеодағыдай құямыз. Сәлден соң құймақтардың бетінде тесіктер пайда болады. Яғни астыңғы бөлігі пісті, келесі бетіне аударамыз. Арасы толықтай піседі, шикі болмайды. Піскен құймақтардың барлығын қағаз майлыққа саламыз. Құймақтардың барлығын қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді ұн қосылмай жасалатын құймақтарымыз дайын. Арасы толықтай піседі, алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы оңай, жылдам дайындалады. Дәмі тіл үйіретін құймақты сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.